2023 жылдың 1 қаңтарынан бастап Қазақстанда ең төменгі жалақы 70 мың теңгеге дейін көтерілді. Жаңа жылдан бастап қазақстандықтардың ең төменгі жалақысы 70 мың теңгеден төмен болмауы керек. Бұрын 60 мыңнан астам болатын. Енді 1 қаңтардан бастап жұмыс берушілер жалақыны 10 мың теңгеге көтеруді талап етіп отыр. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің мәліметінше 1,8 миллионға жуық қызметкер бұрынғыдан көбірек алады. Ең алдымен ең төменгі жалақының көтерілуі төмен жалақы алатын жұмысшыларға әсер етеді. Бұл жалақы деңгейін белгілеу кезінде ең төменгі мәнді көрсеткіш қолданылатын компаниялар. Сондай-ақ төлем біліктіліктің санат аралық жүйесін ескере отырып қаралатын болады. Ең төменгі жалақы еңбек саласындағы ең төменгі әлеуметтік стандарт және жыл сайын республикалық бюджет туралы заңмен белгіленеді. 2023 жылы ол мынандай болады. Ең төменгі жалақы 70 мың теңге, ең төменгі есеп айырысу көрсеткіші 3450 теңге, мемлекеттік базалық зейнетақының ең төменгі мөлшері 24341 теңге, ең төменгі зейнетақы мөлшері 53076 теңге, ең төменгі күнкөріс деңгейі 40567 теңге.